Сәлем достар, баршаңызға бүгінгі сабақ бізде триггерлер. Триггерлер дегеніміз не және олар бізге не үшін қажет? Триггер дегеніміз жалпы керекті іс-әрекетті жасату үшін қолданылатын психологиялық прием. Яғни сіздерге толығырақ түсіндіріп өтейін. Жалпы біз өнімімізді сататын кезде, реклама жіберетін кезде триггерлерді міндетті түрде қолдануымыз керек, себебі адамдарға өнімімізді сатып алу үшін жасалынатын психологиялық прием. Триггерлердің қандай түрлері бар? Мінекей қараңыздар, триггерлердің түрлері ең бірінші дефицит, ерекшелену, гарантия, оп-оңай деген триггерлер бар, социальный дәлер, распродажа, скидка, ликвидация, тегін, сыйлық және стереотип деген триггерлер бар, авторитет, персонализм, және қорқыныш, және сиди іс-әрекетке шақыру. Міне қараңыздар, бізде оннан астам триггерлердің түрі. Негізі триггерлердің түрлері өте көп. Триггерлер деген ол жаңағы айтқанымдай қажетті іс-әрекеттерге шақыру үшін қолданылатын психологиялық прием, адамға уже психологиялық жағынан әсер етеді. Бұл ең бірінші триггердің түрі бізде дефицит. Яғни дефицит дегенді сіздер уже білесіздер, дефицит деген ол жоқ деген сөз. Ол тапшы, яғни лимит шектеуде жатады бұның ішінде. Мысалы, мүмкіндіктен айырылып қалуға қорқу, ажиотаж, саны шектеулі товар, уақытпен шектеу. Мысалы, 3 күн Каспий жұма, 3 орын қалды, тек бүгін асығыңыз, үлгеріңіз, қалып қалмаңыз, соңғы мүмкіндік деген сияқты. Бізде 3 орын қалды, 2 орын қалды, 1 орын қалды деген сияқты, бұл дефицит триггері. Келесі бізде ерекшелену, бұл жарнамада сіздің басқалардан ерекшеленуіңіз, яғни клиент сізден алғанда қалай ерекшеленеді. Мысалы, қараңыз, парақшада басқа таргетологтар айтпайтын құпияны айтамын. Бұл уже басқа таргетологтардан ерекшеленіп тұр, подписка жасап, 90% таргетологтар білмейтін формуланы ал. Бұл да бір психологиялық прием жасап тұруға адамға. Уже қандай формула екен ол деген сияқты ойлап, уже адамдар жаза бастайды ол кісіге. Ол ерекшелену триггері. Келесі гарантия. Гарантия бұл сіздер білесіздер, кез келген өнімге гарантия беру. Яғни адамдар адамға қауіпсіздік сезімін оятады және сенім арттырады. Мысалы, менің тактикаммен доходқа шықпасаң ақшаңды қайтарып беремін деген сияқты. Товарға гарантия 2 жыл деген сияқты. Келесі бізде оп-оңай триггері. Оп-оңай деген бұл адамдар проблемаларына оп-оңай шешім қалайды. Мысалы, конкуренттердің жарнамасын көрудің ең оңай жолы. Келесі социальный дәлел. Бұл скрин, отзыв, результат арқылы. Мысалы, инфобизнес саласында үлкен бюджетті игерген таргетологпын деп өзінің несін көрсете болады. Отзывтарын, жаңағы результаттарын көрсетсе болады, я болмаса, мысалы, күніне 20-30 клиент алып келем деп, біз таргетологтар не істейді, өздерінің шығарған рекламаларының скриндарын жасап шығарып қояды. Бұл да енді бір социальный сет дәлел көрсету. Келесі распродажа, скидка, ликвидация. Адамдар жалпы арзанды жақсы көреді, құнды нәрсені арзан бағаға алуға болатынын көрсету бұл жерде. Мысалы, ескі бағаны қойып, жаңа бағаны көрсетсек болады. Ескі бағасы мынандай, қазір мынандай процент жеңілдік деген сияқты. Сонымен қоса, қазір мынандай өнімге, мынандай 50% скидка, баннерная слепота бар деп ше. Сондықтан қанша теңге үнемдейтінін жазу керек та бұл жерге. Мысалы, мынандай офер құрастырсақ болады бұл жерде. Мысалы, кәсіпкер таргетологқа шығындалмай, таргетті өзің үйрен, 300 мың теңгенді үнемде деп қойсақ болады. Өйткені қараңыздар, таргетологқа айына 300 мың теңге төлейді, ол сол себепті 300 мың теңгеңді үнемде деп. Сондай, мынандай процент үнемде деген сияқты осындай қылып жазсақ болады. Келесі бізде тегін, сыйлық триггер, бұл жалпы тегіннің өзі құнды болу керек, оны алуға мотивация болу керек. Мысалы, чегіңді 2 есеге көтеретін сабақты тегін ал деген сияқты.
Келесі стереотип триггері бұл мида қалыптасып кеткен ұғым. Мысалы, китайский качествоны адамдар мысалы сапасы нашар деп мида қалыптасып кеткен, соны салыстырып қоюға болады. Мынау китайский качество, мынау итальянский качество деп салыстырып жіберсек те болады. Вкус как у бабушки. Бұл деген енді торт сататын, выпечка сататындарға келеді, өйткені қолдың өнімі деген сияқты, как әженің несі сияқты деп. Келесі бізде старителлинг триггері бұл деген информацияны история арқылы жеткізу, яғни видео отзывпен историяны персонаж арқылы жеткізу. Келесі бізде авторитет триггері. Бұл мысалы халық арасында танымал адамды көрсету арқылы өнімге спросты көбейту. Мысалы, Марғұлан Сейсенбайдың таргетологы уже бұл жерде қараңыздар, Марғұлан Сейсенбайдың кім екенін адамдардың көпшілігі біледі, сол кісінің таргетологы дегенде уже адамдарға Марғұлан Сейсенбайдың таргетологы деген ол да бір авторитет қой шынымен адамға ше. Бұл жерде уже осындай танымал адамдар арқылы өнімге сброс көбейеді бұл жерде. Келесі триггер бізде персонализм триггері. Бұл дегеніміз тек қана мақсатты аудиторияға жете айту, жарнамаға керек аудиторияны қарату. Мысалы, біз таргетолог клиент табу жолын анықтау үшін плюс жібер деген сияқты. Бұл жерде тек қана таргетологтарды ғана қаратып тұр. Алматы қаласының тұрғындарының назарына тек қана Алматы қаласының тұрғындарын қаратып тұр. 21 жасар студент, болмаса студенттердің назарына кәсіпкер деген сияқты. Болмаса жаңағы қандай бизнестер бар, көптеген бизнестердің тек қана сол ғана бизнесті қарату. Мысалы, мебель нишасымен айналысасыз ба деген сияқты, соларды қарату. Осындай бұл персонализм деп аталады, тек қана мақсатты аудиторияға қаратып айту. Келесі бізде триггер қорқыныш триггері. Бұл деген адам қаламайтын исход көрсету, яғни негативно әсер етуі мүмкін, бірақ адамдар соған келеді. Негативно әсер етуі мүмкін, әсіресе денсаулық саласында. Мысалы, кедей болғың келмесе маған тіркел, ахватты түсірмеудің 5 жолы деген сияқты. Көбіне қазір болып жатыр ғой, мысалы, хейп жасап, мысалы, ол адамдарға мысалы негативно көрінуі мүмкін, бірақ одан кейін сол хейп арқылы көптеген аудитория жинап, көптеген жаңағы осындай адам қаламайтын исходтарды көрсету арқылы адам көп аудитория жинайды и продажасы артады. Бұл да бір триггердің түрі. Бұны да енді кейбір адамдар кейбір нишаларға қолдансақ болады. Келесі бұл іс-әрекетке шақыру, іс-әрекетке шақыру, жарнамада өту конверсияларын жоғарылату үшін міндетті түрде болу керек. Бұл мысалы подробная батырмасын бас, дәл қазір жүктеу үшін заявка қалдыр, төмендегі сілтемеге өтіп 65 мың үнемде уже сілтемеге өткізіп тұр адамда. Жалпы керегін алу үшін адам не істеу керегін білсе, сол әрекетті жасайды. Сіздерге триггерлер түсінікті болды деген үміттемін. Бұны жалпы кез келген қандай ниша келген кезде мына триггерлердің қайсысын қолдансақ болады деп ойлап, кез келген біреуін біз қолданамыз. Әрқайсысын қолдансақ болады. Нишалардың қайсысына сәйкес келеді. Мысалы, дефицит триггерін қолдансақ болады. Мысалы, штор сатқан кезде, болмаса мебельде, мынау диванның тек қана біреуі қалды, бағасы мынандай 50% жеңілдікпен ала білгер деген сияқты. Бұның барлығын енді сіздер практика барысында қолданып, үйреніп кетесіздер. Жалпы бұлардың барлығына конспект жазып алыңыздар. Конспектлеріңізді маған міндетті түрде жіберіңіздер. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын сіздерге. Конспектлеріңізді жазып жіберіңіздер. Триггерлер барлығы мысалдарымен бірге сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.